жақсы болсын. Сәлемет Исрапиловна, сау болыңыз міне бізді бүгін жолыққаныңызға. Міне балалар, міне көзіңізден көріп тұрмын, машалла, көзіңізде ноғайдың міне дейін жарқын оты жанып тұрып, қайырлы сәтке жолығысымыз болсын. Міне сосын Мәметеке журналымыз биыл өзінің 20 жылдық мерекесін белгілейді балалар. Сосын журналды міне журналға, Мәметекеден журналға 20 жыл болған. Бұл шыққанлы 20 жыл болған. Мәметеке орысша айтылады. Адуанчик. Ай, молодцы, машалла. Адуанчик. Сіз бұл журналды көргіш, мен сізге нешеді ұрғыда кіргім, сіз оны даже сатып талғасыз. Соша, ішінде сіз оны бәр заттарында қарағасыз, оның ішінде не түрлі хабарлар, жұмақлар, айтулар, тағы да даже басқа ауылдың балаларын фотографияларын мескен ешті суреттерін көрсеткемші. Қарағасызда яттау yazғанлар Сәлмет Майлыбаеваның заттары бар еді. Көргісіз сіз. Бұл журналда тек ноғайша yazылады. Мұнда орысша yazылмайды, бұл ноғай журнал. Ноғай тілінде шығатаған журнал. Мәметеке деген мен сізге не ішеді оны Қарағас ауыл мектебінде Сәлемет Ахматовна Майлыбаеваның шақыруымен сау болсын икон диалогы созғардық Мәметекенің 20 жылдық мерекесіне бағышталған. Міне сіздей балалар, сізден біраз икондар, Тұлпар адабият кружогының қатынасушылары өз сұрауларын беріп, Мәметекенің ақында толысынша жауаптарды естілділер. Бүгін менде ойланамын, сосын жолыңызда сізді өзіңізді қызықсындырған, тынышсыздандыратын сұрауларыңыз бар болса берсеңіз, мен оларға жауап беремін деп. Қысқаша айтқан заманда, сосын Мәметеке журналының 20 жыл артта 2002 жылдың сары тамыз айында Кішер халық жазушысы Зегенді балалар шайыры Аскербей Суйнович Киреев дүнияға ендірген. Ноғай балалары өз тілдерін жоймасынлар, әдет жолдарын білсінлер, ата-аналарын сыйлап, екінші ата-аналары мектепте оқытушыларын аяулап, өрметлеп яшасынлар, алдыға барсынлар, яшауда икон адамдар болсынлар деп, сосын журналды біз әрекет етіп 3 айда бір кере шығарамыз. Журнал Қобанда Қараша Шекеш Республикасында шығатанынан байланыслы, онда бек көп яратушылық конкурстар қозғарма сүйеміз біз. Тек Қобанда туыл регионлар ара. Міне мұнда Дағыстанда Ноғай районы бар, Қараша Шекеш Республикасында бір Ноғай районы бар. Онан басқа Дағыстанда Бабайық районында яшайды Ноғайлар, Тарымов районында, Кизлер районында, Махачкала қаласында, оның янында Ғылақ-Сулақ деген поселокта. Мен бар ісімді қатнама шалсамын, бар оқытушыларды танимын, балаларымды таныспай сүйемін, не десе бүгінгі балалар біздің халқымыздың келектегілері боласыз. Міне Аллах айтып, ару, игі, жоғары белгілерге оқып, ата-аналарыңызға, оқытушыларыңызға тыңлап, намыслы, низамлы оқушылар болып өссеңіз, яшауда сізде айтулы жазушылар, әлімділер, журналистлер, шайырлер, қайдан білейін, түрлі кеспілердің ұсталар боларсыз деп сенемін. Сөйткен заманда араңызда ятлау язбаға шалсатаған, суретлемеге, хабар язбаға шалсатаған оқушылар бар болар деп ойлаймын. Сізді де бір еспейі сүйемен әмді, сәбилер. Қайдан маған дерек сұрауларыңыз бар болса, мен толысынша жауаптама сүйемен. Міне, ендейім Аллах айтса мен алып келемін, жаңа кітап шығардық. Ноғайша орысша энциклопедиялық сөзлік деп аталады, табиғат дүниясы. Онда балықлардың да, январлардың да, тереклердің де, айуандардың, өсімліктердің, түрлі шешекейлердің атлары ноғайша, орысша көшірілімді шыққандар. Сондай болып сосы кітаптың ішінде бек көп ноғай халық ырымдары, народный приметы ырым деген. Онан да басқа айтулар, тақпақлар, ятлаулар, түрлі ноғай өрнөклері қондырылып, этникалық кепте шыққан, этническом стилі. Сөйткенде қайдан маға бермей сұрауларыңыз бар болса, мен жауаптама әзірмен. Так, балалар, мына журналының главный редакторы Асан Найманов. Бізде школада келген, қонаққа келген. Көргіз бі? Мұнда жоғылыса шерер қайсы еді? Это каком году было? 17-ші жылдар бір суық заман өтті. По-моему, старшылар. Маулімберді Ахмедовичпен бірге жоғылыса. Мына журналдың главный редакторы олар. Анладыңыз ба? Міне сіздей балалар
түрлі региондардан, Қобаннан болсын, мынан Дагестаннан болсын, түрлі школалардан сіздей балалар өздерін жазған ятауларын, қысқаша хабарларын жібереді. Ятауларын, суреттерін, сочиненияларды жазышы ноғайша. Мұнда только ноғай тілінде жазылған. Тек ноғай тілінде. Бәр затта ноғайша болмайды. Міне, не де бар мұнда? Кроссвордтар, не де бар? Тақпақлар, айтулар, міне игі адамдардың ақында, мұнда балалардың ақында да бар, мұнда писательлер, поэтлердің ақында да бар. Игі іштейтан адамдардың ақында да жазатылар бар. Вот, міне бұлар жазатаған журнал аталады Мәметекейлік. Вот. Бізде басқа журналдар да бар, но бұл журналдың, значит, главный редакторы Асантай Найманов. Асан Нейдер. Асан Найманов. Мына журналдың главный редакторы. Вот, мұнда материалдар, сіз өзіңіз жазған заттарыңызды жіберсеңіз, бұлар міне шошу журналға сіздің заттарыңызды шығарады. Енді балалар мен сізге бір кішкей ятаулар оз айын ноғай тілінде біледі. Азырсыз? Бұл яғын жазған ятауларын алды печатта шықпам дегенде. Міне ноғай шөлім мақсайды. Ятауда yazarlar. Көрдіңіз ба? Мен дүріп кітаптың жазылар. Мына бірінші кітабым 2010 жылда шықты, соғыс затты өмірлердің тынысы деп аталады. Онда орыс емін ноғай тілінде поэмаларын кірді. Ең бірінші ясы заманда студент елдарға жазған затларын. Онан соң сіздің үшін балалар деп Терек мектеп қаласы затты орталығында, Ноғай район орталығында шықты. Сіздің үшін балалар деп міне балаларға сізге бағыштаған кітабым. Менде көбісінше ятауларымның бас темасы патриоттық тема, ясикон темалар. Міне сізге балаларға, сәбилерге қаратылған тема. Екі түрлі зат. Аллы күллі кең шөлім, әсіретпен мен саға, юсаның мол қу шөлім, дем бересін сен маға. Ақ қобанын ноғайды, дайым сыйман аласын. Әрбір ноғай қардаш деп, дауыл отта янасын. Сен ақында шөллігім, ерланады көп ерлар. Мен оларда табаман, янға яқын көп сырлар. Яша яйна шөллігім, сен енді де көп еллар. Қуынақ болып заңрасын, сені даңқлап көп ерлар. Мынау ноғай шөлдің ақында негеде сен ноғай шөлі туған халқымыздың ата-баба йұрты болады. Өзіңіз білгеніңізше 4-ші өмірдің басынан басылап, ноғайымыз, ата-бабаларымыз ноғайлардың қыпшақлар яшап келгендер Евразия кеңлігінде. Міне бүгінде Аллаға шүкір жер дүниеде ноғайдың аты болмаған дем жоқ. Ноғай топонимикасы кең созылған сау құралды. Топонимика деген ноғай ауылдардың атлары. Міне Бораншы ауылы, сулардың атлары. Река Танасу, река Бодрақ, река қайдан білеймін, Зеренчук, Еріншік дейді, Тоқтамыс суы. Ене сол топонимия деп айтылады. О топонимия деген білдіреді, сосы үйірттен ноғай яшаған бір елларда қалған аты. Яда бүгінді яшайды. Сөйткенде сол топонимия мәнді қызықсынамыз, о темаға да бек көп ятаулар жазамын мен. Но әлді шықпаған о кітаптар. Енді елғал вақытса біз оларды шығарымыз деп сенемен. Мына Қырымда да бек көп ноғайлар, Қырымда да бізде ендей ноғай шөлмін алай. Мына көзіміздің қаранда, мына Емір Сүйінбекер сонда қол өткен, Өтевалиев. Мына мен де бардым мұнда 2016 жылда былтырда барып келдік. Бек көп онда ноғай. Мына сіздей оқушылар Қазақстандар мына Мәметеке журналынан. Оларда Арманшық деген балаларға қаратылған журнал шығады. Міне Алла қайтса Мәметекейдің ақында міне сөйлі аудио версиясын етіп бастамыз біз егермен. Оларға да берсек, оларда телеканал міндетті тілеп, оларға да шығарып басуымыз журналдың ақында икон теледері. Енді туған тілімге бағышталған ятауымды оқиын. Туған тілім, ана тіл, ана сүтпен сіңген тіл, қанымдасын, янымдасын, ең бұрынғы асыл тіл. Оқу білім азығы, тіл миллеттің байлығы. Оқы білім, ал досым, білім байлық сандығы. Ата-бабам қыпшақлар, сөйлеген тіл, ноғай тіл. Ноғай бала ерінме, өз тіліңді сақи біл. Бұны тұрташыға тіл оқиын етпесті. Ямғырдан сұн ярқырап, туды көкте тұрташық. Ақыр түрлі шаш баулар, төгіліккен нүр шашық. Уана қысабилер, көріп оны ауада. Соқланады иконылер, бәрісі де шатлықта. Құртқашық деген орыс тілдер радуда балар. Бұл балалар Мәметеке журналсыз библиотека тез болса,
Мұнда болашақша үштелінді коды. Словарьда оқышки, словарьда оқышки. Мұнда сөздік коды, оны оқыма олады. И мұнда түрі диалектер бар. Мына ең артында Урокта нешті көрсетеміз? Сөздерді словарлар болады. Ноғайша. Сіздің ноғай тіліңізде де бар, туған тіліңізде де бар. Біз произведениелер оқығанда асылы оқимызшы. Соларды ары өтіп, ұмытпай есіңде қалдырмаймыз. Жолда демет оқығанда сіздің тіліңізді бай ол демет. Бұл қараны ол сөздерді, қобанды ол сөздерді сізді яқсыз. Мұнда, например, бізде айтады, суретті де рисунокқа. Сурет бізде де айтады. Қобанда айтады, дұрбат деді. Бұны оқса, сіз оты білесіз. Дұрбат деп айтасыз урокта. Әріп деген не зат? Әріп. Онша білесіз. Yüz türlü zatı var, kelebası hadi. Zaten okumasız, ya dolar okumasız, tradis okumasız, zagatlar var, oyunlar oynamasız. Yumaklar sözü. Yumaklar sözü. Nasıl bakılan yumaklar Yumaklar sözü. Daha da ne söylüyorsunuz onlara? Takpaklar okumasız da. Erkimde. Erkimde siz okumasız. Yatma olanlar.